Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Арс. Бүгін біз Roblox ойнайтын боламыз. Үйімізді салатын боламыз. 3-ші бөлім. Бүгін біз 3-ші бөлімде 4-ші үйімізді салатын боламыз. 10 миллион доллар оны ашу үшін біз әдеттегідей ақша жинап қойдық. 100 миллион доллар жинап қойған соң ғой. Мен мәшіндермен таныстыра кетейін. Мынау бұрыннан бар мына екеуі арзан көліктер. Мынаны бірге сатып алдық. Мынаны да бірге сатып алдық алдыңғы видеода 1 миллион долларға. Вау, дауысы дейтін керемет. Сосын мынау қаяқтан шықты деп отырсаңыздар. Мынақты задание орындап, жұмыртқа жинаймыз. 50 жұмыртқа жинадым. Мына көлікті берді маған. Өте жақсы көлік, әдемі. Ой. Дауысы спорткар ғой, сыртқа шығайық. Дауысы бір түрлеу ма да, кішкене басқаша олау ма. Сыртын қараңыздар достар, сары карбонға аяғында мынандай көк спортивный, іші осындай. Киттігал, тест драйв. Фарын жағып алайық. Фык. Вау. Мәссаған. 200. Примерно 200-ге барады деген. Негізі ары қарай да баратын сияқты, бірақ шай ұзын жол керек ол үшін. Шай жүріп қалдық. Міне. 140, 160. Вау. Все. Осылай екен мына көлік. Бұның примерно бағасы 10 миллион доллар. Енді тегін ғой, бірақ 10 миллионның көліктерінің қасында тұр. Міне. Ендеше мына үйді алдында таныстырып кеттік, бірге салдық. Келесі үйімізге кетейік. Мәссаған 20 миллион жинап қойып, дамып кетті. Бірінші орында тұрмын 20 миллион доллармен. Ал ендеше кеттік екінші үйімізге. То есть келесі 10 миллион долларымыз кетті. 1, 2, 3. Мына қараңыздар достар. Өте үлкен жер. Мәссаған бір түрлі екен мына жер. Ничего. 10 миллион долларға, жер сатып алдық, үйімізді аштық, енді, вау, уже басталып кетті. Арнаға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, достар, комментарий жазыңыздар. Ал ендеше біз өзіміздің территориямызды салып бастай берейік. Әдеттегідей бассейн, территория, стенамызды қоямыз. Мына жақта, вау, мына жақта фонтандар бар екен, типа ат қалап тұратын. Мәссаған мына жақтар түсіп кетуге болады ғой. Все бәсе. Мына жер жарық қойдық. Енді мына жерде тоже жарықтандырамыз. Мына үйіміз қатты үлкен емес сияқты ма, қалай елі ары қарай тағы үлкейе ма екен. Ой, түсіп кеттік. Текстураның ішіне түсіп кетті ма, қалай. Бәрекелді, шыға алмай қалдық. Телепорт жасай саламыз. Мына жақта бұлай түсуіміз керек. Міне. Мәссаған. Стенауымыз салдық. Енді мына жақтардағы көтере береміз. Үстіне тұрып алған соң. Тағы бір стена. Вау, гараж сияқты мынау. Есік, жоқ, есік емес екен ғой. Мына жағын тағы үлкейте береміз. Телевизор ма? Телевизор. Мәссаған, өте үлкен телевизор екен. Диван, тағы диван. Кинотеатр сияқты мынау. Мына жағында. Вау, дельфин. Сувенир ма, бірдеңе қоямыз. Сол баяғы картина.
Мына жақта тағы бір гүл. Вау, мына закат әдемі болып тұр екен. Мына жерге есік, жарық және мәссаған тағы бір жол ашылды. Вау, мынау дейтін, е-мое, мынау дейтін үйдің ішінде, короче, жер асты. Қалай айтамыз? Короче, ішінде балықтар жүреді ғой. Е-мое, мына қараңыздар достар, дельфиндер жүр. Базар жоқ. Танып өткенді. Мәссаған ішіне тасбақа. Короче, не бар, бәрі кіріп жатыр ғой ішіне. Так, мына жақта былай жауып тастаймыз. Жарық. Және ішін сол баяғыдай безендіреміз ғой, короче. Мынау кітапхана сияқты ғой да. Гүл. Так, мына жаққа тағы бір гүл қоямыз. Және тереземізді, мына есік па. Мына жақтағы телевизор. Так, мына жерге есік болмайды екен, қойтпақшы да. Мына жағымызды енді тез сувенирлерімізді қойып тастаймыз. Картиналар, гүл. Так, вау, екінші этажға осы жақтан көтеріп кетуге болмас онда. То есть біз нулевой этажда жүр екенбіз ғой да. Дұрыс. Так, енді мәссаған, мына қараңыздар достар. Короче, базар жоқ жасапты мына жерде. Так, астына қайтып ойбай, сөйт деп ғой да. Түсейік. Фык. Мынауға жереді. Уже ұмытып қалған соң ғой. Так, мына жаққа есік. Мынау тоже екінші қабатқа көтерілетін жер ма, или қалай? Жоқ, мынау комната сияқты ғой да. Так, диван. Отдых. Жарық па? Жоқ. Так, телевизор, ноутбук, орындық, гүл. Вау, ё-майо. Мына жерге отырып бүйтіп. Қалай, родной? Кино ма болып тұр ғой, короче. Базар жоқ. Ішінде акула жүр ма, ё-майо, өтірік болып кеткен сияқты ғой да. Так, уборныйымызды істейміз. Туалет, ванна, душ, есік. И все. Так, енді мына жаққа біз әлі нулевой этаж істеп жатырға есілішті. Мына жерге бірінші этажға шығатын жол жасаймыз. Так, мына жерге стойка да, типа ұстап тұрады. Так, Windows дейді. Терезе екен ғой да. Терезе есіктеріміз салайық. Мына жаққа жарық. Так, енді бізге жоғарға шығу керек. Мынау нельзя екен мына жер. Менің ойымша гараж болатын сияқты. Тұрақ. Машиндер қоятын сияқтымыз осы жаққа. Так. Жерге есік. Ай, достар. Гаражымыз екен. Өте үлкен гараж ойын деп тұрған сияқты. Мынау, ё-майо. Ой. Бекер секіріп кет. Астында шығар деп ойлап қалдым ғой. Так, енді мына жаққа тағы мына жерлерді жауып тастайық. Мына жерді жаппай ма не? Фык. Вау, детайлинг болды ғой мынау қан. Жарық қоямыз. Әдемі гараж болған сияқты ғой да. Мына жаққа. Вау. Өте керемет болған сияқты. Мынау кәм автосалон болып жатыр ғой, короче. Так, енді мына жаққа жарық тоже. Форкстайн деймін, дейді. Так, тамкрат, анау-мынау инструменттерімізді қоямыз. Картина сол баяғы. Так, енді гүл. Фык. Вау. Орындық, стол. Короче, типа бар, да? Так. Уже тұрақ басталып кетті ма не? Ой, енді осы шыға береді. Тұк. Все.
5 пе ауттырақ қойып тастадық. Смело мәшін ауа бер деп тұр ғой, короче, миллион мәшін. Фык. Саған 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мәшін сият бірінші қабаттың өзіне. Екінші қабатқа қазір. Так. Енді осы жердің барлығын толтыру керек болды, достар. 10, 11, 12, 13, 14, 15 көлік сияды ғой. Е-майо. Бізде бар жоғы 5 пе автокөлік қой. Неше сатып аламыз, ақша жетеді. Оған бірақ бөлек бір видео түсіру керек сияқты, клейін көліктер алып та. Так. Енді мына жаққа қосамыз, айна қоямыз. Сол баяғы терезе. Так. Орындықтарымызды қойып шығайық. Мына жаққа да орындықтарымызды бір қойып шығайық. Вау! Достар, біз видеомызды жалғастырамыз. Короче, видеомызды жалғастырғанда бізде бір проблема бар. Менің манадан бері сөйлеп түсірген видеом, короче, түсірілмей қалған ғой, жазылмай қалған ба, что-то непонятно. Мен ол уақытта, короче, мына үйді полный бітірдім ғой. Ё-майо, қанша ақша кетті бойге. Мана видеода түспей қалған ғой, жаңа байқап отырмын, короче. Ё-майо, еще қатып кетті ғой. Так, достар, енді өкінішке орай ол видеоны қайтып енді бой сала алмаймын. Сондықтан сіздерге обзор көрсетіп кете қояйын осы үйді. Енді кешіріңіздер ол үшін. Так, бойды таныстырып кететін болсақ, міне территориямыз осылай 100% бітті уже. Так, мына жақта гараж. Міне. Так, ой. Мына жақта 3, 4, 5, 6 местіміз бар. Және төмен түсетін болсақ, тағы міне осында үлкен гараж. Келесі видеода осы гараждарда толтыратын боламыз, достар. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және қандай көлік сатып алайын, соны да жазып кетіңіздер. Так, енді мына жаққа кіретін болсақ, мына жер сол бар, короче, кухня сияқты бірдеңе. Мына жақта тоже сондай. Мына жер демалыс орны, телевизор көреміз. Так, мына жақта бассейн бар, демалыс орны. Мына жерде так тоже бар. Стейк бірдеңелер пісіреді, короче, шашлик анау мынауғы. Осылай демалыс орны. Так, мына жақта түсетін болсақ. Ё-майо, мынау кімнің машина? Мына жақта тоже сондай, короче, демалыс орны. Астын көрсетіп кетейін енді осы жақтан кірсек. Ой, мына жақта кітап оқимыз, кино көреміз. Мына жақта аквариум үлкен үйдің іште. Мына жақта еще лифт бар ғой, прикинь. Мына жер картинка бар. Так. Екінші этажға лифтпен көтеріп қарайық. То есть бірінші этажға. Ой, кірмей ма не? Чё? А чё істемейтін лифт біз онда, но? Или басқа баяқтан кіре ма? А, жоқ. Ё-майо. Пранк. А, ашылды ғой міне. Мен қалай кірем сонда? Непонятно. Так. Онда былай көтеріле салайықшы, қиналмайды. Так, мына біздің бірінші этажымыз. Кітап, телевизор, демалыс орны, шахмат. Так. Айтарлықтай қызық жер жоқ сияқты мына жақта да. Кухня, картинка. Қараңыздаршы, мана аквариум ғой, короче. Мына жерде мынандай зат бар, офис бар, кішігірім. Осылай отырып компьютер ойнаймыз ғой, короче. Так. Екінші этажға көтерілетін болсақ, бізде мынау біздің сол баяғы пианиномыз ғой, короче. Мына жақта картина бар, осындай әдемі. Закат. Так, кітап оқитын жеріміз мына жақ. Так, спальный, душевой. Мына люстра өте әдемі екен. Короче. Мына жақта, короче.
Так, спаль... Ой. Мына үйде датал, мен компьютерім көтере алмай отыр ғой, қатып. Так, гардероб. Душевой, ванна, гардероб. Такс, мына жақта. Барлығы достар, мына комнаттар сондай кірең. Жаңағы спальный, анау мынау, ал мынау міне біздің спорт залымыз кішігірім. Мына жақтан сыртқа шығамыз. Мына жақта доп тебеміз. Так, мына жерде достарымызбен жиналып, ең үстіне крышаға шығайық. Тоже мына жер жинаус, осындай тамақ ішетін жер, демалатын жер. Так, мына жерде бассейн бар. Вау. Және біздің вертолетіміз шығарайық. Вот, басқаша вертолет қой, короче, мынау. Мынау вертолет ішіне өте көп адам сияқты. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам сияды екен. Бір көлік шығарайық өзімізге. Так. Қатты еттім алдым да, мына көлігіміз шығарайық. Дауысы дейтін электромобил болып тұрады, короче, Тесла ғой. Мына жақтан былай шығамыз. Мысалы, көлікпен келеміз да. Мына жақта парковкамыз бар өзіміздің. Осының ішін полный толтыруымыз керек, короче, әдемі көліктерге. Келесі видеода соны түсіремін деп ойлап отырмын енді. Осылай кіреміз ғой, короче. Так, енді таныстыратын не бар? Басқа ештеңе жоқ сияқты таныстыратын. Көлігімізге отырып, мына жақтан былай шығып кете салайық. Так, енді мына жақпен ақшамызды жинап 31 миллион. Енді келесі біз уже 1, 2, 3, 4-шісі мына үйіміз. Енді келесі 2 миллион 500 мың ол бір новыйдан шыққан, мынау, короче, арзан. Ең қымбатты мынау ғой, достар, пентхаус, короче. Бұл бұған жету үшін енді мая көп деген ақша жинау керек қой. Так, енді біз көршілерімізге бір барып қайтайық та. А то видеомыз қысқа болып қалады сияқты. Біраз жері түспей қалған ғой видеоға. Мен дейтін дәл қазір бір өзіме көлік алғым келіп тұр, что-то гелик алғым келіп тұр. Ол үшін гелик вот міне. Гелик аламыз ба или майбах? Давай гелик алайықшы. Е-мое, новый көлік алдық тағы. Вау. Дауысы деген базар жоқ. Қап-қара қылып қойықшы. Қап-қара қылып қойдық, короче. Дауысы дейтін енді, е-мое. Вау. Кәдімгі геликтің көрінісі іші. Так, рөлге отырып, көршілерімізге бір мақтанып қайтайық. Бірақ көршілерімізде біздікінен қымбат мәшіндер ғой, е-мое. Сауто біздің үйіміз қымбатта, бірақ қатты жүрмейді екен, бірақ та. О, менікіндей үйіміне. Вот, менікіндей үй, достар, міне мынау. Бұйыртса осындай гаражымызды толтыруымыз керек. Бұдан да әдемі қылып толтыруымыз керек. Так, мына үйге біз кіре алмайды екенбіз. Ар жағынан барып көрейік. Вау. Так. Мәссаған, мына көршіміз бай сияқты ғой да. Бізде осындай бір гараж жинап алуымыз керек. Сол үшін келесі видеода мәшін алайық та, онда. Сонымен біздің видеомызда бүгін аяқталатын сияқты. Себебі нормально уже түсірдік. Енді ары қарай таныстыратын да ештеңе қалмаған сияқты.
келесі видеода көліктер сатып алатын боламыз. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Короче, сау болыңыздар достар. Сіздермен бірге болған Арс. Сау болыңыздар.